Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған әдебиеттік оқу пәні бойынша жақсы тілектер еліне саяхат тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. 94-ші сабақ. Бүгінгі оқу мақсатымыз мұғалімнің көмегімен шығарманың композициялық құрылымын анықтау. Дескрипторы таңдаған мәтін бойынша пікір білдіресіңдер. Оқиға бөліктеріне ат қойып, жоспар құрасыңдар. Ендеше балалар, мына суретке қараңдаршы. Балаларға қандай тілек айтар едің? Ендеше асығың алшысынан түссін деген тілектің мағынасын түсіндіріңдер. Олай болса, түсініп оқы айдары. Оқулығымыздың 55-ші бетіндегі 7 түсті желбіргүл тақырыбындағы оқиғаны түсініп оқимыз. Тыңдаңдар. Ертеде Женя деген қыз болыпты. Бір күні анасы қызын дүкенге тоқаш алып келуге жібереді. Тоқаштарын сатып алған Женя жан-жағына қарап келе жатты. Көзіне көрінген қарғаларды санады. Женяның артынан еріп келе жатқан ит оның сөмкесін тесіп, жол бойы тоқаштарын бір-бірлеп жеп қойған еді. Кенет Женя өзінің сөмкесі жеп-жеңіл болып қалғанын сезді. Итті қуа жөнелді. Ит жеткізбеді, бірақ Женя өзі жолдан адасып кетті. Бір кезде қайдан шыққаны белгісіз, дәл алдында бір әжей пайда болды. Ол Женяны жұбатып, «Ештеңе етпейді. Менің бағымда бір сиқырлы гүл өседі. Оның аты 7 түсті желбіргүл дейді. Жан-жағыңа жалтақтап, ойнап кеткеніңе қарамастан, сен жақсы қызсың. Осы гүлді саған сыйлаймын. Оның 7 күлтесі бар. Әрқайсысы әр түсті. Қызыл, қызғылт сары, қызғылт, сары, жасыл, көк, күлгін түсті. Бұл 7 күлтелі желбіргүл жай гүл емес, дейді әжей. Ол сенің барлық тілегіңді орындай алады. Оның бір күлтесін жұлып алып, гүл күлтесі солтүстік пен оңтүстікке, батыс пен шығысқа ұш. Айналып кеп, алдыма айтқанымды орында. Осы жерге түс деу керек. Содан кейін тілегіңді лезде орындалады. Ал кәне, көрейік 7 түсті желбіргүлді, дейді Женя. Ол гүлдің сірі күлтесін жұлып алып, асыға лақтырып жіберді. Гүл күлтесі солтүстік пен оңтүстікке, батыс пен шығысқа ұш. Айналып кеп, алдыма айтқанымды орында. Осы жерге түс. Мен тоқаштарыммен лезде үйімде болайын дейді. Айтып үлгермегені сол еді, ол тоқаштарымен үйінен бір-ақ шықты. Женяның ойы аса ұзын емес еді. Ол орындыққа шығып, жоғары сөредегі анасының әдемі құмырасын алуға ұмтылғанда, саусақтары ілініп кетіп, құмыра еденге түсті де быт-шыт болып сынды. Ол сиқырлы гүлдің қызыл күлтешесін асыға жұлып лақтырып жіберді де, гүл күлтесі
солтүстік пен оңтүстікке, батыс пен шығысқа ұш. Айналып кеп, алдыма айтқанымды орында. Осы жерге түс. Анашымның сүйікті құмырасы бүтінделетін болсын, дейді. Сол сәтте құмыра сынықтары жинақталып, бұрынғы қалпына келе қалды. Женя аулаға шығып, ұлдардың ойнап жатқанын көрді. Ол сендермен бірге ойнайыншы дейді. Бірақ ұлдар айтады, қыздармен солтүстік полюс ойнамаймыз деп Женяны ойынға қоспады. Женя ұлдардан әрі таман тұрып, қалтасынан қызғылт сары күлтешені жұлып алып лақтырып жібереді де, гүл күлтесі солтүстік пен оңтүстікке, батыс пен шығысқа ұш. Айналып кеп, алдыма айтқанымды орында. Осы жерге түс. Мен солтүстік полюске жеткіз деп бұйырады. Айтқаны сол еді, айнала қап-қараңғы, қорқынышты болып кетті. Құйынды желден аяғының астындағы жер дөңгелегіне жөнелгендей болды. Солтүстік полюсте жападан жалғыз өзі үсіп жаураған саусақтарымен жасыл күлтешені жұлып алып лақтырып жібереді. Гүл күлтесі солтүстік пен оңтүстікке, батыс пен шығысқа ұш. Айналып кеп, алдыма айтқанымды орында. Осы жерге түс. Өз аулама қайта жеткіз дейді. Сол сәтте ақ екен, ол өз ауласына топ ете түседі. Ендеше мына сұрақтарға жауап беріңдер. Оқиға қалай басталды? Женя солтүстік полюс туралы алдын ала білді ме? Ертегіде кейіптеу кейіпкері бар ма? Ендеше осы сұрақтарға ауызша өз түсінігімізді бойынша жауап береміз. Және қорытындылаңдар. Женяның орнында болсаң, не тілер едің? Ертегі мазмұны бойынша жоспар құрып жазыңдар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.